Mine endi свечimiz alınbay koygandıktan головка ашуга туура келди. Üstüngü kakpagını aldık. Mынау sep motorдун üstüngü klapını. Endi bunu çeşip головканы alуудан burun eң алдымен septin kergişi болот. Şu kergişini bosatып alayık. Mine bu бер жагынан карагандагыбыз sep motorдун себи. Mынау головка. Mынау kergişimiz. Осы kergişти bosatып alганdan keyin barıp sep bosayт. Sodan keyin barıp üstüngü головканы басып турган болттарды чечип алатын болабыз. Mына септи міндетті түрде тартып қойыңыздар, өйткені бұл астыңғы шештірна бар. Сол астыңғы шештірнадан шығып кетсе, оған түсуі біраз қиындау шаруа. Сондықтан көбінде өстіп септі тартып байлап қоямыз. Мына жаңағы шықпай қойған свечimiz. Енді бұны токарға апарып токармен шығарып алу керек болды.
міне мынау жаңағы свешіміз. Свешті шығарып алып келдік. Енді бұны шешіп алмасақ, свешті ар жағынан қатты күшпен алғанға келмейді, өйткені ішіне қоқым түскесе, мына клапанды, мына колсыларды зақымдап кетуі мүмкін. Сондықтан жаңағыдай азын-аулақ ұрып көрдік, оған шықпай қойғаннан кейін шешіп алып барып шығардық. Енді осыны қайтадан реттеп салайық. Тартып қойғаннан бір жақсы зажиганиеміз көп өзгере қоймайды. Зажиганияны өзгертпей қоя салудың ең жақсы әдісі осы. Енді мына тазалап қойған свешті бірден тағып алайық. Енді бұның мынандай бір айшық темірі бар. Яғни мына жердегі салған шештіраны арлы-берлі жылжытпайтын секкергішін салып алайық. Міне әзір зажиганияны қойып болдық. Енді бұл сеп мотордағы ең бір қиын жері осы. Қандай бір жерін реттейтін болсаң, колсы айырбастайтын болсаң да, зажиганияға ерекше назар аудару керек. Өйткені зажигания бірге ауысып отырады, басқа мотоциклдегідей емес. Енді зажиганияны реттегенде мына шештінада сызық не болмаса нүкте болады, ал астыңғы зажиганияда өзінің нүкте меккілері болады. Соларды бірге келтіріп реттейсіз. Енді әзіргі зажиганиямызды қойып болдық. Енді үстіңгі қақпағын жауып, содан кейін тағы да бір клапан реттейтін боламыз. Өйткені бұлардың клапаны осы өзіне орналасқан үстіңгі қақпаққа. Сондықтан бұларды клапан қақпағын жауып орнатып болғаннан кейін ғана реттеуге болады.
головканың алдыңғы 4 болтын тартып болдық. Енді мына жандағы екі кішкентай болтын ұмытпай бірге қатайтып кетейік. Енді қақпағын жабайық. Бұдағы клапан осының ішіне орналасқандықтан бұны негізі қақпақты жауып болғаннан кейін барып қана клапан реттейміз. Бұған біраз герметик жағып жібердім. Өйткені менен де бұрын бір қанша рет ашылған көзі пошының айырбастырылған мотор екен. Енді герметик әзірге менің істеп жүрген герметигім. Дәл осы герметик енді әзірше маған ең қолайлы. Маған ұнаған герметиктің бірі осы болды. -50-де 300 градусқа дейін деп жазыпты енді. Ең үстідегі екі болтқа ауыстырып алмаңыздар. Мына үстідегісі бұл астыдағы май шығатын трубкаға жалғанған, сондықтан бұда чайы бар. Осы чайысын өз орнына ауыстырмай салсаңыздар. Қалған жанындағы болттардың барлығы бірдей. Кергішін сабалайық. Ең алдымен кергішін өстіп тартып тұрып салып аламыз. Содан кейін болғаннан кейін бірден жібере салсақ, өз ар жағынан кері алады автомат түрде.
енді жаңағы ұстап тұрған жібердік. Бұны сәл жібергеннен кейін барып астыдағы болтты қатайтып тастаймыз. Жібергеннен кейін барып астыдағы болтты қатайтып тастаймыз. Сол кезде сеп керілген сайын өзі автоматты түрде септі керіп отыратын болады. Моторымыз болдық. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.